Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайы бейнелеу өнер бөлімінің қосымша білім беру ұстазы Тілеулі Өмірбектің бүгінгі 3-ші сабағы. Бұл сабағымыз композиция. Өткен жолы композиция екенін айттым. Енді осыны ары қарай жалғастырамыз. Өйткені бұл сағат 10 сағатқа берілген. Себебі композиция деген нәрсе ол адамның өзінің ойынан шығаратын. Енді тақырып мұнда көп. Спорт тақырыбын алса болады. Қазіргі мысалы жағдайға байланысты эпидемия тарап жатыр. Ол коронавирус туралы мысал болады. Тақырыпта ұлттық дәстүр тақырып алса да болады. Содан кейін ұлттық ойындар бар, ол алса да болады. Ертегілерді алса да болады. Мен енді тақырып алдым, өткенде айттым ғой, мен енді мына ұлт дәстүр шілдехана туралы айттым. Енді осы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бұл графикалық стильде істелініп жатыр. Менікі негізінде балдар уже бар. Бірінші карандашпенен эскиздерін істеп алып, композицияларын ойлап алып, уже краскаға көшіп жатыр. Оларға рахмет. Сол қалпан қайтпаңдар. Дұрыс, өйткені олар өздері ойланады, оқып шығып көріп, шығарма деген ол композицияны өз ойдан шығаратын нәрсе. Ол өзінің ойларын беруге тырысып жатыр. Мен енді мына өзімнің композициям айттым, өткенде менің размерім үлкен өте, 1:30 2:30 болуы мүмкін. Мен кәдімгі жай ручкамен істеп отырмын. Қара ручка, пастамен, шариковый ручка дейді ғой. И линейный ручкамен істесе де болады. Енді сендер A3 форматта, 30-40 қағазға. Енді қазір бастаймыз. Бірінші графика дегеніміз контраст нәрсе болады. Қара, ақ. Ортасы кішкене енді тең болған кезде кішкене бір светлылау, что бір-бірін байланыстыру керек. Болады. Қара, ақ түрде істесе де болады. Графика негізінде өзі максимум 3 цветтен болады. Мына жерде менде енді ақ пен қара, кішкене сосын сероватый. Қазір мысалы бастаймын. Композиция өткенде осыны көрсетіп өттім. Өздеріңіз көрдіңіздер. Мынау ортаншы бөлім, жаңағы шілдехананың мынау енді шеткі бөлімі. Шеткі бөлімді мысалы мен мұнараға бір тазының суретін белгіледім. Тазының қасында самоварды белгіледім. Самовардың ар жағын кішкене контраст түрде беріп, енді осы самовардың мынау ойық жері бар, соны жаймен ғана кішкене светлый қылып шығарсам да болады. Бұл жерге өте қара керек емес. Мына жерде онша басын қырамай. Анау кішкене бөлім басын қырасам, мынаны онша басын қырамай. Бұл өйткені объемын шығаруымыз керек. Кішкене светлылау болады. Мына одан да светлылау болады. Жарықтау. Мынау кішкене анаған қарағанда кішкене қоюлау болады. Енді алған кезде әрқайсының өз стильдерің бар ғой, штрихті әрқайсының өзінің қалай солай пайдалансаңдар болады. Мынаның направлениесі былай. Самовардың направлениесі. Былай, мына кішкене ашықтау қыламын да, былай қарай, кішкене басын қырайын. Кішкене сол өзі объем. Мынанда направлениесі болады, онда направлениесі болады. Штрихпен карандаш салдыңдар ғой, сол штрихпен енді менің стилім кішкене көрінбей круг. Так, шарик сияқты болады. Мына жағы ортасы кішкене светлый болады. Мынаның объемын шығарамын. Кішкене светлый, мына жағын кішкене көзілген. Самовардың. Астын көлеңке болады, мұны кішкене қағайдан. Графика деген нәрсе контраст жақсы көреді негізінде. Контраст деген кезде өзі сразу формасы жаймен шыға бастайды.
Endi grafika endi tez bo'la qo'ymaydi, өйткені бұл кішкене шыдамдылықты қажет етеді. Шыдамдылықты қажет етіп, өйткені өте инемен құдық қазғандай, жаймен отырып, штрихтарды белгіп, объемын шығарып отыруларың керек. Содан кейін бұл композиция деген нәрсе, оны өздерің ойларынан шығарғаннан кейін, өздерің как мысалы ақындар ойдан шығарады ғой, сол сияқты өздерің ойдан шығарып отырулар, қосатын жерді, алатын жерді алып, шығарма ғой, шығарма, ойдан шыққан шығарма, өздерің ойлап шығаруларың керек. Балдар, самый главный, қорықпаңдар. Көңіл бөлсеңдер бәрі жұмыс шығады. Көрдіңіздер ғой, самовар жаймен уже шығып жатыр. Мына самовардың мен мына жағын арт жағын кішкене қараңғы қыламын, контраст беремін. Сол кезде мына самоварымыз бірінші планға бері қарай шығады. Өйткені мына жерде өткенде шілдехана деп айттым ғой, шілдехана болған кезде мына қуаныш, нәресте келді дүниеге. Содан кейін атасы қуанып отыр, басын кішкене бүйтіп тымағын көтерейін деп қуанғаннан. Әжесі отыр, қазір мынау шай қойылады, самовар ішеміз дегендей. Сол енді дүниеге нәресте келген ол қуаныш. Біздің тем более қазақ халқына ол негізінде шілдехана деген бар өзіміздің ұлт дәстүрімізде. Елдер оны тойлайды, атап өтеді. Мысалы мына жерде енді тазы. Бұл тазы да жеті қазынаның бірі. Тазы мен енді қап-қара қылмаймын, ақ тазы қылсам ба деймін. Арт жағының кішкене фонын қарайтқан кезінде мына уже бері қарай шыға бастайды. Балдар, түсінбей жатқандар, түсінбеген жерлеріңді айтарсыңдар. Маған жіберіңдер. Түсіріп, WhatsApp-ымды білесіңдер. Қай жерде қалай болғанын. Егерден қиналып жатсаңдар, түсініксіз болып жатса. Түсіндіңдер ғой, самый главный, қорықпай істеңдер, қорықпай. Штрих свободно болсын, свободный штрих болсын. Рисунокта енді істеген кезде кеше академический штрих істедік қой, мысалы по направлению, а бұндай композицияда кішкене штрих деген болады. Қорықпай. Бейнелеу, кескіндемеде де штрих дейді. Штрих деген кезде еркін жатқызып, еркін. Кескін еркін қолданып. Мына жерде тоже ручканы или карандашта еркін қозғаңдар. Қорықпай, ақ пен қара. Неғұрлым артық қарайған сайын, мысалы, ана бері қарай план шыға бастайды. Бұны 2 түрін, 3 түрін болады, план істеген болады, кішкене ортасын сероватый қылам, қара. Осымен балдар енді бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Түсіндіңдер ғой, мына келесі жолы тағы ары қарай жалғастырамыз. Осы біздің темамызды. Өйткені бұл әлі біте қойған жоқ. Бұны бітем дегенше біраз істеу керек бұл жұмыс. Сендер енді формат 30-да 40 қой. Тоже асықпай істеңдер балдар. Ал енді балдар жақсы.